Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Біздің енді студиямызға кезекті мейманымыз да келген екен. Енді таныстырып өтейін өздеріңізбен. Альфия Бақбаева, облыстық тарихи өлкетану музейінің бөлім бастығы. Қош келдіңіз, Альфия ханым. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы. Тамаша. Енді Альфия ханым бәріміз білеміз, жақында ғана Қызылордада, Сыр елінде 5-ші ұлттық құрылтай өткен болатын. Ұлттық құрылтайда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар мәселелерді көтерді. Әр саланың өзінің бір дүниелерін қозғады. Соның ішінде сіздердің де салаларыңызға қатысты біршама дүниелер айтылды. Яғни музейсін дамытудың маңызды міндеттеріне де тоқталып өтті. Енді осы орайда өзіңіз сол салада жүргеннен кейін бір ауыз пікіріңізді білсек. Біріншіден қайырлы таң сіздерге. Бұл енді айтулы оқиғалардың бірі болды. Өйткені биыл құрылтай 5-ші рет өтіп отыр. Ұлытауда өтті, оған дейін өздеріңіз білесіз, Түркістан, Атырау деп, Бурабай деп, енді міне Қызылорда. Бұл тектен-тек алынған жер емес. Ол 1925 жылы ең алғаш осы алаш уақыты кезіндегі ең бірінші съездің өткенмен байланысты. Одан кейін тұңғыш Астана, Қызылорда, Ақмешіт болған өздеріңіз білетіндей. Сол себептен енді көптеген жаңа салалар осы құрылтайда тілге тиек етілді. Оның ішінде біріншіден ғылым, инновация, жаңашылдық, отбасы құндылықтарды айтылып өтті. Өте көп мәселелер қаралды, экономика, саясатқа байланысты делікенді біз өзіміздің саламызға тікелей қатысы бар бір тетігі айтылды. Бұл дегеніміз қазіргі осы мәдениетті жаңғырту, ұлттық сананы қалыптастыру, болашақ ұрпақтың тарихи жаңағы жадыны қалыптастыру, ұлттық кодты айқындау деген мәселелер. Соның ішінде музей саласы деп аталып өтілді ерекше. Соның ішінде Қызылорда музей жаңағы аталды, өйткені жаңа технологияменен жасалынған, өте сондай бір керемет деп, сондай өзі бағасын беріп отырды. Сол себептен енді музей саласы бізге өте сондай бір қуанышты болды бұл жаңалықта, өйткені енді осындай мәселелер көтеріліп отырса, демек біздің мәдениетке де өте жақсы болашағы жарқын деген үміттеміз бар. Енді осы көбінесе музей дегенде облыстық музейлер, соның ішінде өлкелік музейлер деп соларды атап өтті. Енді біз облыстық өлкетану музейі болғандықтан біз көбінесе тарихқа бет бұрамыз, өлкелік тарихты зерттейміз. Енді бұл музей дегеніміз мына рухани, мәдени, материалдық құндылықтарды дәріптеп, оны әрі қарай жеткізу, ол біздің үлкен міндетіміз, жұмысымыз атқарып келе жатқан. Сол себептен музей салаларын жаңғырту бастамалары дейді, ол жаңғырту дегенде қазіргі цифровизация төңірегіндегі әңгіме болды ғой. Енді кезінде музей дегенде бір қалыпты көбінде мынандай бір ой қалыптасады. Енді музей экспонаттар тұрады, экскурсия жай жүргізе береді деген секілді. Бірақ алайда заман өзгерген сайын да жұмыстың талабы өзгере береді. Сол себептен қазіргі таңда виртуалдық мынандай көрмелер ұйымдастыру өте қолға алынып жатыр. Мына біз енді жәдігермен ерекшеленгендіктен жәдігерлерді цифровизация, цифрландыру дейді. Оны бір белгілі каталог жүйесінде тіркеу, жүйелеу, оны мына ұлттық музейдің қорына сақтап жіберу. Осы мәселелер қолға алынып жатыр. Қазір енді біздің таңда қорымызда, фондымызда 188 мыңнан астам жәдігеріміз бар. Оның жаңа 2012 жылдан бастап бір шамасы жаңағы уже цифралық қорға өтті. Енді ақын қарқынды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Көбінесе мына археологиялық жәдігерлеріміз цифрландырып өз несін етіп жатыр. Ол бірден болып кететін дүние емес, қарқынды жүйелі түрде ақын дамып келе жатыр. Тамаша. Енді Альфия ханым, тамаша тоқталып өттіңіз барлығына. Жалпы енді айтып өтіңіз, енді тарихи өлкетану музейінде жаңадан келіп түскен жәдігерлер бар ма? Осы жақын уақытта мүмкін 4-5 айдың көлемінде қандай бір жаңа жәдігерлер бар біз көрерменге бөлісіп өтетін? Енді қазір 4-5 айдың ішінде түсе қойды деп енді әзірге айта алмаймыз, өйткені мына осы 2026-ның енді жәдігерлері бар, енді ол археологиялық, әсіресе көбінде біз археологиялық қой. Жәдігерлеріміз бар, ол сол белгілі пантеондарымыздан табылған елекесі аспырымдарының біраз жәдігерлері бар, енді олар зерттеу үстінде, әлі жаңағы біздің белгілі археологымыз Зейнолла Самашұлының экспедициясынан табылған жәдігерлер ғой. Олар әлі зерделеніп, одан кейін барып, сол өздерінің нелеріне, жоспарларына кіргізіп, соған талдау жасалады. Қазіргі таңда сондай бір қатты неге көз бөлетін жәдігеріміз табыла қойған жоқ. Табылды, бірақ дегенмен өңдеу үстінде.
Бәрекелді. Ал музей экспозициясын қалыптастыруда қандай жаңашыл тәсілдер қолданылды? Енді біріншіден музейдің жүрегі қор болса, екінші музейдің жүрегі ол экспозициялық құрылым деп айтамыз, көрмелер жасау. Қазіргі таңда енді көрмелерді жаңа бағытпенен жасау сондай бір нелер, шаралар қолданып отырмыз. Дегенмен ол әлі мынандай осы істей қалдық деген емес, қандай виртуалдық көрмелер ұйымдастыруға болады. Соның ішінде қазір 3D, 5D деген мынандай көзілдіріктер кию арқылы енді оған дейін де болды әрине, бірақ оны әлі кішкене жетілдіру, бірақ оған енді өздеріңіз білетіндей кішкене қаражат та керек оның бәрі, өйткені жасау, өңдеу, оның бәрі енді жай адамның қолынан келе бермейтін дүниелер ғой енді. Арнайы мынандай мамандар, программисттік жүйе білетін деген секілді. Сондай виртуалдық экспозициялар жасалса, өте керемет жасалу керек деген ақын оны қолға аламыз әрине. Кезінде енді үлкен нелерге жасаса, қазір уже мынандай компьютерлік деңгейде мультипликациялық дейді, көптеген жанрларды алу арқылы экспозициялар жасау қолымызға алынып жатыр. Енді айтып өтіңізші, жалпы музейде ең қандай құнды жәдігерді айтар едіңіз, ең ерекше жәдігерлерден? Енді құнды жәдігер дегенде біз үшін бәрі құнды. Оның ішінде археологиялық және этнографиялық жәдігерлеріміз құнды болып есептеледі. Енді археологиялық жәдігерлердің ішіндегі құнды деп айтатын болсақ, енді өзім үшін енді бізде әр жаңағы сотрудниктарымыз дейді ғой, қызметкерлерімізге әр жәдігер өзі ерекше. Маған бір ерекше жәдігеріміз ол мына елеке сазынан табылған алтын адамның несіне шалбарменен мәсісіне киілген 10 мыңнан астам ұсақ майда бисерлар. Өте кішкентай, 2 миллиметрлік, жаңағы түтікшесі бар, жіп өткізетін, қыл өткізетін, бәрі стандартны бір не размермен кесілген әшейін. Сондай бір ерекше жәдігеріміз бар. Одан кейін тағы бір жәдігерді айтатын болсақ, бұл ерте темір дәуіріне жататын, мына Зевакина қорымынан табылған руникалық жазуы бар қола айна деп айтсақ, сол өте ерекше жәдігер, өйткені сонау Күлтегін, Тоныкөк замандарынан қалған жаңағы Орхон Несей жазулары бар. Осы жәдігер маған өте ұнайды, қола айна ерекше. Ал қазіргі таңда музейге келушілердің қызығушылығы қандай деңгейде? Қазіргі таңда өте көп келеді, ағымен келеді. Өйткені мына балаларды көп келтіреді, өйткені мектептермен жұмыс істейміз, университет колледждермен жұмыс істейміз. Әр өзі мекеме, мектеп орындары, оларда да бағдарламаларына мына күнтізбелік неме аймақтық компонент кіреді, сол ішінде өлкелік тарихты зерттеу бір салалар, мысалы үшін Алаш тақырыбы өте ауқымды тақырыптардың бірі, олар оқиды сол тақырыптарда. Соған орай Ұлы Отан соғысы не тақырыптары бар, енді көптеген тақырыптарды қамтиды. Сол уақытта мына студенттер көп келеді, әсіресе 10-шы, 11-шы сынып оқушылары міне осы жолы мына мектеп 3 мектеп арасында 44-ші мектеп бар Бөкей атындағы, 3-ші мектеп бар, оның 16-ші мектеп бар Зәки Ахметов атындағы. Осы 3 мектептің арасында мен өз басым андай Алаш көзқарастары атты диспут өткіздім. 3 мектеп жарыса, сондай бір пікір сайыс құрылды. Жеңімпаз болды жаңағы 3-ші мектеп, бірінші орындарын алып иеленіп жатты. Ол біріншіден олардың тарихи саналарын қалыптастырып, біздің балаларға Алаш көсемдері, тарихымыз қалай жүйелі түрде жүргенін бәрі соны аяқтап, соны көрсетеді. Енді рас биыл енді музейге ерекше көңіл бөлінетін сияқты. Енді жалпы сіздің ойыңызша қалай? Музейдің қандай бір жаңашылықтар күтілуі мүмкін осы салада? Енді оны мен былай айтар едім. Бұл біздің басшылықтардың, жаңағы мәдениет министрлігінің қолдауында, олардың өзінің жоспарларында деп айтамыз. Біздің жаңағы мәдениет басқармасының жаңа берілген тапсырмаларына байланысты жүйелі түрде іске асады. Бірақ енді біз мынандай көргіміз келеді, әрине енді музей қызметкері болғандықтан сондай бір керемет экспозициялар қазіргі виртуалды түрде жаңашаланса дейміз. Мынандай кірген кезде не болады ғой, робот тектес бір гитар көрсетіп жүретін. Дегенмен сол экскурсовод шынайы адамның да несі болу керек үлесі. Одан кейін осындай робот гитар да болса, одан кейін үлкен мынандай
тақталар дейді, сондай бір айтып кеткен очки киіп, сол бір ақбауыр несіне келіп белеке сазына түсіп деген секілді. Енді өте көп нәрселер. Мысалы, ана Абайдың да дүниесі бар ғой, Абайдың киіз үйіне кіріп деген сияқты, сол сияқты электронды түрді VR очкилармен, әрине керемет бастама болар еді. Кіргенде болып өзі адам сезінсе деп ойлаймын. Тамаша. Енді Альфия ханым, бүгін біздің эфирге арнайы уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді әрине биыл енді музейге үлкен көңіл бөліп жатыр, сіздердің салаларыңызға үлкен жетістіктер тілейміз. Аман сау болыңыз дейміз. Рахмет сіздерге.